Таңғы аста Зейнеп қыздарға және Серхатбейге қайырлы таң деп айтқызып үйретеді. Зейнеп Серхатқа: Эбруға Джиханбей жұмыс ұсыныпты. Серхат: иә білем, ол келісіпті. Ағам сенің сіңіліңді Берак жайлы айтып қоя ма дейді. Зейнеп: жоқ, мен онымен сөйлестім, ештеңе айтпайды. Серхат: иә, көрдім, оның ақша үшін бәріне дайын екенін. Бұл тағы қайталануы мүмкін. Отбасының барлығы біле ме? Ағаңшы, дейді Серхат. Зейнеп: ол өте жақсы адам, әкем сияқты. Серхат: үміттенем солай екеніне. Кейде адамдар таңғалдырады. Зейнеп: сен менің отбасыма араласады деп ойламадым. Серхат: ал сен менің отбасыма араластың ғой, дейді. Сідіф Серхатты түскі асқа шақырады. Негізі Сідіфтің Серхатта ойы болады. Құрбысына айтады: мені ешкіммен таныстырма. Маған бір жігіт ұнап жүр, қазір басы бос, дейді. Оның сөзін естіген Эбру: әпкеме хабарласайын, қандай жігіттен айырылмақшы, дейді. Бірақ ол өкпелейді ғой деп хабарласпай қояды. Қызметші Серхаттың киімін жууға алып бара жатқанда қалтасынан кешегі Берактың суреті түсіп қалады. Икем мен аламын деп көріп қояды. Хаялға көрсетеді: мына суретті көрген бе едің? Хаял: жоқ, анам маған жүкті кезінде шашы қысқа болатын. Илким: менікінде де шашы бұндай емес еді, деп ескі альбомды іздемекші болады. Сол кезде Зейнеп ойын бөліп: Хаял бізге пианино ойнап жатыр, тыңдайық, дейді. Зейнеп Хаялға: сен болашақта мықты әйгілі пианиношы боласың, дейді. Илкимға анасының сөзі есіне түседі. Хаял сіңілің танымал болғанда сен не істейсің? Хаялдың әпкесі ғана боласың ба, деген. Илким ашуланып: мен жаттығуға дайындаламын, деп кетеді. Серхат жиналыс өткізеді. Анталиядағы қонақ үйде 3 кісі құжатсыз болған екен, дейді. Джихан: мен сөйлестім. Күзетші ол рәсімдеп кіргізген адамды іздеп жатыр. Серхат: оның шамасы жетпес, полицияға хабар береміз, дейді. Джихан: қонақ үйдің беделіне сын келмей ме? Серхат: беделден бұрын қауіпсіздікті ойлау керекпіз. Ол құжатсыз жүргендер қашқындар шығар, дейді. Сондықтан полицияға хабар бер, дейді. Джан: ағам дұрыс айтады, дейді. Серхат: сәті келсе Анталияға барып өзім реттеп келерем, дейді. Мустафа Зейнептің жағдайын сұрап шырын әкеліп береді. Сол сәтте Джихан Азраны күштеп пластикалық отаға алып бара жатқанын көреді. Азра бармаймын, дейді. Джихан: сен тағы да мені тыңдамайсың ба? Отыр, деп жұлқылайды. Мустафа келіп: не болды, тыныштық па? Джихан: араласпа, дейді. Азраны жұлқылап көлікке мінгізбекші болады. Сол кезде Мустафа келіп Джиханға жұдырық береді де Азраны алып кетеді. Мустафа Азраға су әкеліп береді. Қорықпа, бәрі бітті, дейді. Азра: жоқ, қайта керісінше бәрі басталды, дейді. Сен неге араластың? Неге маған көмек бердің? Мустафа: мен мұндай жағдайды көріп тұра алмас едім, дейді. Күйеуің бе? оңбаған екен. Мүмкін отбасыңа апарармын, дейді Азраға. Азра: менің ешқандай отбасым жоқ, ешкімім жоқ, дейді. Мустафа: біздікіне жүр, дейді. Азра: жоқ, рахмет, сен өте жақсы адамсың, дейді. Іштей: кешір мені, болған жағдай үшін емес, енді болатын жағдай үшін, дейді де кетіп қалады. Хаял, Илким, апасы үшеуі Беракқа барамыз деп шығады. Кадер де көріп: мен де барсам бола ма? Өтінем, Хаял, дейді. Хаял алып кетеді. Серхат пен Седеф түскі ас ішіп отырады. Седеф: Берактан хабар бар ма, дейді. Серхат: жоқ, бір қалыпты. Серхат пен Седеф түскі ас ішіп отырады. Седеф: Берактан хабар бар ма, дейді. Серхат: жоқ, бір қалыпты. Седеф айтады: Берак өлсе жеңіл болар ма еді? Қыздарының есінде тек мінсіз ана боп қалар еді. Ал есін жиса, қыздарың айтуға тура келеді, дейді. Серхат: қазір бұл жайлы айтқым жоқ, дейді. Седеф: ол оянса онымен бірге боласың ба? Серхат: мен Беракпен жүрегіммен де қағаз жүзінде де ажырасқанмын, дейді. Седеф мәз болып, онда іске кірісейін деп ойлайды. Мустафаны іздеп полиция келеді. Бізбен жүресіз, бір адамға тап беріпсіз, оның әйелі арыз жазыпты, деп Мустафаны алып кетеді. Анасы лезде Зейнепке хабар айтады. Барлығы бөлімшеге келеді. Зейнеп: не болған, дейді. Анасы: ағаң Джиханбей әйелін ұрып жатқанын көрген. Әйелін одан арашалап алған, бірақ әйелі арыз жазыпты, түсінбедік, дейді. Зейнептің әкесі: Серхатбей, менің балам бостан босқа жұдырық жүргізбейді. Серхат: иә, түсінем, балаңыз болған соң айтып тұрсыз, ал мен ағама сенем, дейді. Бірақ сіздің ағаңыз әйелін ұрыпты ғой. Серхат: менің ағам әйелін қатты жақсы көреді, дейді. Мустафа Азраға: комиссарға түсіндіріп айтса не болғанын, дейді. Азра Джиханнан қорыққанынан: бұл кісі маған тиісті, күйеуім араласып еді, оны ұрып жіберді, дейді.
Арызға да дәл осылай жазған едім ғой, дейді Азра. Мұстафа: бұл өтірік қой, Азра, шындықты неге айтпадың, дейді. Зейнеп: Азра ханым, менің ағам олай жасамас, шындықты айтыңыз, дейді. Джихан: неге жасамады? Менің әйеліме тиісті. Бар шындық осы, дейді. Мұстафа шығып, сотқа өткізетін болды, дейді. Серхат та Азрадан бір ауыз сұрайды. Азра: осы айтып отырғаның барлығы шын ба, дейді. Азра Джиханнан қорққанынан: иә, барлығы шын, деп айтады. Зейнеп Серхатқа: мен ағама сенемін, дейді. Серхат: мен де ағама сенемін, екеуі бақытты отбасы, дейді. Зейнеп: бақытты болса неге түнімен Азра жылайды, кеше көрдім, күйеуіме айтпа деді, дейді. Серхат: мүмкін түсінбестік болған шығар, дейді. Зейнеп: сенің көзің көр, шынайылықты көрмейсің. Бүгін үйіме қайтам, өтірікшілердің қасында тұрмаймын, дейді. Ауруханада Илким мен Хаял апасы үшеуі бераққа кіріп шыққан соң, Кадер тығылып қалып кетеді. Ана, мен де келдім. Сен берген қуыршақ үнемі қасымда. Тезірек оянып, мені қызым деп құшақташы, дейді. Кадер анасын құшақтап қасында жатады. Серхаттың үйіне қызметшілер кеткен соң, Тибеттің жіберген адамы кіреді. Тибет әлгі қара сумканы алып кел, дейді. Сол сәтте Зейнеп үйге киім-кешегін жинап алып кетуге келеді. Тибеттің адамы іздеген ақшаны тауып алады. Серхат Зейнепке хабарласады. Кешке үйге келгенде үйде болмасаң, Кадерді балалар үйіне өткіземін, дейді. Зейнеп: өткізе алмайсың, себебі сен жақсы адамсың. Қош бол, дейді. Зейнеп сол сәтте артына бұрылып еді, әлгі Тибеттің адамы келіп, тапаншамен басына ұрады. Серхат: Зейнеп, не болды? Мені тыңдап тұрсың ба, дейді. Басынан соққы алған Зейнеп сол жерде талып қалады. Хаял қайтып бара жатып, Кадер қайда, деп Кадерді іздейді. Кадер анасының қасында жатқанда, анасының қолы қимылдағанын байқайды. Сосын басын көтеріп қараса, Берак көзін ашып ояна бастайды. Кадер таң қалып, қатты қуанып кетеді. Сол сәтте медбике келіп: балақай, неге мұнда жатсың, дейді. Берактың оянғанын көреді де дәрігерді шақырады. Хаял Кадерді іздеп келеді. Кадер алдарынан жүгіріп шығып: анам оянды, дейді. Медбике де келіп: Берак ханым оянды, құттықтаймын, дейді. Барлығы қуанып бір-бірін құшақтайды. Илким: әкеме хабарласамын, дейді. Әке, анам оянды, қайдасың? Тезірек кел, дейді. Осындай жағдайдан кейін Серхат Берактың оянғанына не қуанарын, не қуанбасын білмей есеңгіреп қалады. Ауруханаға Беракқа барайын ба, әлде Зейнепке барайын ба, дейді де үйіне қарай Зейнепке қарай барады. Севим ханым Джиханға хабарласады. Берак оянды, тез келіңдер, дейді. Джихан да ойланып: Берак оянды, енді не болады, дейді. Серхат асығып үйіне келеді. Үйіне келсе, Зейнеп ес-түссіз жатады. Серхат оны ауруханаға алып кетеді.